Дәмі өте керемет болып шығатын әрі оңай жасалатын тағам түрін жасаймыз. Қызып тұрған майымызға етімізді салып қуырып аламыз. Үстінен жуамызды салып қуырамыз. Сәбізімізді, орам жапырағымызды, картоп салып барлығын араластырамыз. Дәміне қарай тұз, қарабұрыш себеміз және біраз қасық томатымызды қосып, барлығын бір келкі етіп араластырамыз. Кішкене суымызды құйып, баяу отта жарты сағатқа пісіріп аламыз. Қамырымызды дайындаймыз. Суымызға тұз қосып, ұн салып, қамыр илейміз. Дайын болғаннан кейін қамырымызды жайып, сары майымызды ертіп, үстінен жағып шығамыз. Үстінен ас көбігімізді сеуіп, орап аламыз. Видеодағыдай осылай және де бұлай орап шығамыз. Бетін жауып 10-15 минутқа қоямыз. Қамырымызды осылай жайып, тамағымыздың бетіне қоямыз. Баяу отта жарты сағатқа пісіріп аламыз. Сіздер де жасап көріңіздер, ас болсын.